Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум қазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды апта бойы алғашқыларға тәрінді біле отырғыңыз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Ішкі істер министрлігі бюджет қаражатын үнемдеу үшін енді қазақстандық жүргізушілер куәлігіне чип қойылмайтындығын мәлімдеді деп хабарлайды madinportal.kz. Ішкі істер министрлігінің көлік құралын тіркеу куәлігі менен жүргізуші куәлігінің формалары менен үлгілеріне қатысты ведомство басшысының бұйрығына өзгерістер енгізу туралы жоба дайындады. Құжат ашық НХ порталында жарияланды. Жобаның мақсаты жүргізуші куәлігі менен көлік құралын тіркеу куәлігінің бланктерін электронды чипті алып тастау. Жоба авторларының айтуынша чип модельдеріндегі енгізу менен пайдалану қосымша шығындарды талап етеді. Ал қазіргі кезде олардың функцияларын мемлекеттік деректер базасы менен ақпараттық жүйелер толық қамтамасыз етіп отыр. Құжатта атап өтілгендей, чиптен бас тарту бюджет қаражатын үнемдеуге және де құжаттарды дайындыру процесін оңтайландыруға мүмкіндік береді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз.